менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-министріне арналады. Құрметті Әлихан Асханұлы, өзіңізге белгілі мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында еліміз үшін маңызды айрықша мәселелермен бірге су шаруашылығы жүйесін тиімді дамытудың басымдықтарын айқындады. Елімізде су қорының проблемасы ең өзекті аймақтың бірі Сырбойы және Арал өңірі. Көксарай су реттегішінің техникалық жағдайына байланысты жобалық көлеміне дейін су жинақтау мүмкіндігінің шектелуі салдарынан Қызылорда облысында өте күрделі күйдегі су тапшылығы қалыптасты. Кіші Арал теңізіне белгіленген су лимитінің толық жеткізілмеуі, сондай Қырғыз Республикасында 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін энергетика саласында төтенше жағдай режимінің енгізілуі, Арал-Сырдария бассейніндегі жағдайды одан әрі күрделендіруде. Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, Қызылорда облысында су шаруашылығы ахуалын түзеу және Арал теңізінің одан әрі тартылуына жол бермеу үшін жедел шаралар қабылдау қажет. Осы орайда Сыр өңіріндегі су тапшылығын төмендету мақсатында қысқы көктемгі кезеңде тасқын суларды жинақтау аса маңызды. Ол үшін Қараөзек су арнасында 3 су тоспасы қалпына келтірілген жағдайда 1 миллиард текше метрге дейін тасқын суларды жинақтап, Арал аймағындағы Қазалы ауданында 31 мың гектар суармалы, 120 мың гектар шабындық және жайылымдық жерді суармалы сумен тұрақты қамтамасыз ету, вегетациялық кезеңде Арал теңізін суландыру мүмкіндігі кеңейеді. Су ресурстары комитеті Қараөзек арнасында салынатын су қоймасының жобалық құжатын әзірлеп, мемлекеттік сараптама қорытындысын алу үшін Қаржы министрлігіне ұсынды. Сондай-ақ, Жаңақорған ауданында су тапшылығын азайту, инженерлік жүйеге келтірілген егістік жерлерді сақтау, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал азығын дайындау көлемін арттыру мақсатында 30 мың гектардан аса суармалы егістік жерлерді сумен қамтитын Келінтөбе магистралды каналына Сырдария өзенінен қосымша су кіретін арнаның және каналдың бас сағасы аймағында су тоспасының құрылысын салу аса өзекті. 2022 жылы Қызылорда облыстық бюджетінің шұғыл шығындарға арналған резервінен бөлінген қаржы есебінен әзірленген Жаңақорған ауданындағы Келінтөбе магистралды каналына су беретін канал қазу жобасының сметалық құжатына мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы берілді. Жобаны жүзеге асыру Келінтөбе каналына секундына қосымша 11-15 текше метр көлемінде су жеткізуге болады. Құрметті Әлихан Асханұлы, су ресурстар және ирригация министрлігінде Қызылорда облысында қалыптасқан су тапшылығы мәселесін жүйелі бақылауға алып, 2023 жылдың бюджетін қайта бағыттау кезеңінде жедел шешуді тапсыруыңызды сұраймын. Құрметпен Рүстемов, назарларыңызға рахмет.